Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде Сәтбаев телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда Алтын Гүлмашкен қызы. Бүгінгі хабарымызда қала басшысы жамағатқа ауызашар берді. 2016 жыл қазақ елі тәуелсіздігіне 25 жыл. Индустриалдық колледждің студенттеріне салтанатты жағдайда диплом табысталды. Үміт аула клубында балаларға базарлық жасалды. Қала әкімі Асқар Ыдырысов пайғамбарымыздың кімде-кім Рамазан айында ораза ұстаушыларды құрметтеп, ауызашар берсе, ораза ұстағандай сауап алады деген хадисін басшылыққа ала отырып, қасиетті Қадыр түні қарсаңында қалалық орталық мешіттің асханасында жамағатқа ауызашар ұйымдастырды. Рамазан айы басталғалы жер-жерде ауызашар өткізіліп, 5 парыздың бірі оразаның мәртебесін көтеруде. Ауыз бекіткен қауымға құрмет көрсетіп, ауызашар беру сауапты іс. Осы дәстүрге сай Сәтбаев қаласының әкімі Асқар Абылайұлы Балмағамбет Балқыбайұлы атындағы орталық мешіттің асханасында өткен жұма қасиетті Қадыр түнінде 5 парыздың бірін орындауға ниет білдірген. Қасиетті Рамазан айында ораза тұтқан жамағатқа ауызашар дастарханын жайды. Бұл күні мешітке келген адамдардың қарасы қалың болды. Ақшам намаздан кейін жамағат дастарханға жайғасып, Аллаға шүкіршілік етті. Ең алдымен орталық мешіттің бас имамы Қондыбай қажы Акбаров 30 күн оразаның қадір қасиет туралы насихат уағыз айтып, Құран оқыды. Инна анзалнаху фи лайлатил қадр ва ма адрака ма лайлатул қадр лайлатул қадри хайрун мин алфи шахр таназзалул малаикати вар руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Амин. Аллахумма раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Rabbim, Allah осы оқылған Құраннан болған сауапты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның рухына, сахабалар, әулиелер, әмбиелердің рухтарына, артында іздеуіш жоқ жетім жесірлердің рухтарына бағыштадық. Алланың рахымы пайғамбарымыздың шапағаты нәсіп етіп, жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын. ربي يسر ولا تعسر بتمام الخير الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله تعالى. 12 айдың сұлтаны Рамазан айы Аллах тағаланың мейірім нұры жауатын, сабырлыққа шақыратын кешірім айы. Қамшының сабындай қысқа ғұмырын құлшылықпен өткізіп, Алла тағаланың разылығын табуды қалаған құлдар үшін ең қасиетті түн Қадыр түні. Оның қасиеттілігі сол, бұл түнде жасалған құлшылықты жаратушы иеміз 1000 айда жасалған ғибадаттан артық деп қабылдайды. 1000 ай қарапайым арифметикалық жолмен есептегеннің өзінде 83 жылдық мерзімді қамтиды. Дастархан басына жиналған жамағатқа қала әкімі Асқар Абылайұлы қасиетті Рамазан айында ұстаған оразалар қабыл болсын айтып отырып, отанымызға тыныштық, әр шаңыраққа амандық, саулық тіледі. Баршамыз ораза айында асқан төзімділік пен шыдамдылық танытып, 5 парыздың бірін үлкен жауапкершілікпен атқарып жатсыздар. Ұстаған оразаларымыз қабыл болсын. Алла тағала елімізге бірлік пен береке, халқымызға тыныштық пен татулық берсін деп тілеймін. Енді айтады ғой, Қадір түні бұл 1000 айдан да қайырлы. Сондықтан барлық тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жасаған игі істеріңіз сауаптан жазылсын. Кеш соңында Мұрат қажы Жақпаров, сондай-ақ қала тұрғындары жамағат атынан қала әкіміне рахмет айтып, ел игілігі үшін атқарып жатқан істеріне Алла тағаланың ризашылығын тіледі. Өздеріңіз білесіздер, осындай көп Рамазан айларында жақсы мынандай қайырымдылық істерді ұйымдастырып, мешітіміз көркейіп, рухани орталыққа айналып жатыр. Енді біздің тілейтініміз осы мешіттегі жамағат намазханда баршамыз Алла тағала нәсіп етсін, бір масхабта жүруімізге, бір тудың астында болып, бір басшылыққа бағынып жүруімізді. Ал енді адасып жүрген бауырларымыз осы Алла тағала тауфиқ хидаят берсін. Енді сөзімді көп созбайын, құрметті жамағат. Осы бүгін ауызашар отқан барлықтарыңызды тілек дұғаларыңыз қабыл болып, келесі Рамазан айына аман есен жетулеріңізді Алла тағала нәсіп етсін. Атап өтейік, мұсылмандық 5 парыздың бірі 29 күнге созылған ораза айының бүгін соңғы күні. Ертең, яғни 5 шілде күні Балмағамбет Балқыбайұлы атындағы орталық мешітте таңғы сағат 7-де айт намазы оқылып, ораза айт 3 күнге жалғасатын болады. Ауызашар берген адамдарға, келесі ауызашқандар адамдарға, оларға сансыз жаңағы шүкіршілік етіп Аллаға
сансыз сауаптар жазылады. Бұл Алла тағала осы жылына бір рет келетін осы қадір түніне осы бүгін бұл жерден тағат ғибадат жасап, Алладан тілек тілеп, дұға тілейміз. Бүгінгі кездерде мына Алла тағала тарапынан көптеген топ-топ періштелер түсіп, біздің тілеген тілектерімізді, тілеген дұғаларымызды міндетті түрде Алла тағала қабыл етеді. Бұл әрине бұл әкімшілікпен біздердің жылда беріп отқан, жылдасында беріп отқан ауыз ашары, жылда беріп отқан осындай сый құрметі Алла тағала оларға разы болсын дейміз. Сол себепті міне бізге жылда келесі жылғы осы уақытқа дейін оразаға тағы да аман-есен жетуімізге Алла тағала несіп етке. Алла тағала әр уақытта жал болып, сіздер мен біздердің тілеген тілектерімізді оған Алла тағала тесін. Амин. Ағымдағы жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы. Бұл мемлекетіміз бен халқымыз үшін ең басты әрі құнды мереке болмақ. Ғасырлар бойы халқымыздың арманы 1991 жылдың 16 желтоқсанында бүгінгі буынның тарихи таңдауына айналды. Бұл күн өз тағдырымызға өзіміз қожалық етіп, өз болашағымызды өзіміз айқындауға қолымыз жеткізген ұлы күн. Тарихи әділет салтанат құрып, азаттық үшін төгілген өлшеусіз қанның өтеуі қайтқан ұмытылмас күн. Ата-бабаларымыз сан ғасыр армандаған тәуелсіздіктің 25 жылдығы еліміздегі іргелестерімен айшықталып, сәт сайын жақындап келеді. Все казахстанцы замечают, насколько... 25 жыл дегеніміз мемлекет үшін аз уақыт емес. Жас мемлекетіміз осындай аз ғана уақыттың ішінде көптеген ірі экономикалық, саяси және әлеуметтік жетістіктерге қол жеткізді. Бұл әрине елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында жүзеге асып келеді. Мен айтар едім, көшбасшымыздың саясаты өте дұрыс деп. Біріншіден, көп ұлттың басын қосып біртұтас ел етуі, екіншіден, әрбір қазақстандық азаматтың жағдайының жақсаруы, үшіншіден, біздің саяси рейтингіміз қоғамдастық алдында жоғары. Қазіргі Қазақстан әлем сахнасына мақтанарлықтай беделге ие. Қазіргі таңда Қазақстан жас мемлекет бола тұра көптеген елдерден әлде қайда алды. Спортшыларымыз әлемдік деңгейдегі жарыстарда топ жарып жатса, дизайнерлеріміз халықаралық сайыстарда, көрмелерде ұлттық киімдерімізді, түрлі әшекей бұйымдарымызды ұлықтап көрсетуде. Мұның бәрі тәуелсіздігіміздің арқасы деп ойлаймын. Тыл еңбеккері ретінде айтарым, тәуелсіздігіміз жасай берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деймін. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығы құтты болсын. Тәуелсіздік ата-бабамыздың ежелден келе жатқан арманы, халқымыздың бостандыққа ұмтылысының және өшпес қайсар рухының арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бұл күнге дейін жеткен ұмытылмас оқиғалар ел бостандығын қорғау соғыстары мен ұлт азаттық көтерілістердің тарихымызда өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде сақталатыны рас. Тәуелсіздік деген ұлы жеңіске қол жеткізуде әлі де жаңғырып тұрған кешегі желтоқсанның да септігі аз болған жоқ. Студент жастардың көшеге шығып үндеуі және егемендігі үшін зардап шегуге дайын екендігін көрсете білуі барша халыққа сенім мен жігер берген болатын. Қазіргі таңда тәуелсіздік барлығымыз үшін ерекше қасиетті күн, бірліктің, ынтымақтастық пен татулықтың күні. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шынболат Тілебаев атындағы Кеншілер сарайында Сәтбаев индустриалдық колледжі 4 мамандық бойынша тамамдаған студенттерге салтанатты жағдайда дипломдарын табыс етті. Диплом алу кешіне колледж ұстаздары мен студенттердің ата-аналар жиналып балаларының қуанышына ортақтасты. Бұл күні токарлық іс және металл өңдеу, тамақтандыруды ұйымдастыру, дәнекерлеу ісі, ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану мамандықтары бойынша 90-нан астам студентке диплом табысталды. Салтанатты мерекеде алғашқы құттықтау сөзін алған колледж директоры Жеңіс Әлмағанбетов студенттерді колледж бітіру кешімен құттықтап, алдағы уақытта жақсы жұмыс орындарын табуларына тілектестік білдірді. Сонымен қатар 5 токарлық және де 5 дәнекерлеу ісі бойынша 10 маманға жұмыс беруші тарапынан сұраныс түсіп отырғандығын да атап кетті. Колледжде алған білімдерінің өмірде жемісін көресіңдер деген ниеттеміз. Биылғы біздің осы түлектеріміз қаламызда өздеріңіз білесіздер, құрметті қонақтар. Әртүрлі салада мына үлкен стройка жүріп жатыр, жаңағы үй салынып жатыр. Сол кезде қызмет еттіңіздер. Одан кейін мынау Қазақмыс корпорациясында барлықтарыңыз қызметте болып, қазіргі бүгінгі таңда 5 токар мамандығы бойынша, 10 сварщик мамандығы бойынша бізде жұмысқа алам деп Қазақмыс корпорациясы
жақсы лебіз білдіріп отыр. Сұлулық пен жастықтың мерекесі. Осы күні әрқайсымыздың жүрегімізде мейірімді және жарқын еске алумен қалсын. Кеш барысында қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, колледждің өркендеуіне өз үлестерін қосқан, білім үлгеріммен және де спорттық жарыстарда оза шапқан студенттерге және де осы студенттерге үлгілі тәрбие беріп, жақсы оқушы болуына үлес қосқан ата-аналарға колледж директоры атынан алғыс хаттар мен грамоталар табыс етілді. Атап өтейік, 93 студенттің екеуі Тұрсынбек Кенжебек және Береке Самат үздік дипломмен колледжді тамамдап отыр. Колледж басшысының айтуынша, бұндай жақсы көрсеткіш соңғы 10 жылда болмаған. Сондай-ақ техникалық кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттері арасында өткен Box Skills Қазақстан Қарағанды 2016 аймақтық чемпионатында дәнекерлеу технологиясы бағыты бойынша белсенділік танытқан колледж студенті Тұрсынбек Кенжебек осы кеште Қарағанды облысы білім басқармасының басшысы Асхат Аймағамбетовтың екінші дәрежелі дипломмен және де ақшалай сыйлығымен марапатталған болатын. Техникалық және кәсіптік білім туралы үздік диплом. Осы диплом Самат Береке Дәулетұлына беріледі. Ол 2013 жылы Сәтбаев индустриалдық колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне түсіп, 2016 жылы Сәтбаев индустриалдық колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің толық курсын дәнекерлеу ісі кәсібі мамандығы бойынша бітіріп шықты. Біліктілік комиссиясының 2016 жылғы 23 маусым шешіміне орай 4-ші дәрежелі дәнекерлеуші біліктілігі берілді. Директор Аймағамбетов, орынбасары Бегайдаров. Диплом с отличием от технического профессионального образования. Кенжебек Тұрсынбек Мейрамұлы. Салтанатты кеште бітіруші түлектер білім берген ұстаздарына ізгі тілектері мен алғыстарын да білдіріп жатты. Әрбір студенттің колледжде өткізген жылдары мен осы қуанышты күн мәңгі есінде қалады деп ойлаймыз. Колледждің қабырғасында 93 маман білім алып қанат қақты. Одан әрі кеш колледж өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен ұласты. Мүмкіндігі шектеулі балаларға үйден әлеуметтік көмек көрсету орталығының жанынан ашылған Үміт аула клубының тәрбиеленушілеріне базарлық жасалып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Айналасындағылардың ықыласына бөленгенді жаны сүйетін, сәлемдесіп көңіл аударғанның өзін үлкен мәртебе санайтын жарымжан жандар үшін бұндай базарлықтың тосын сыйлардың өзі маңызды. Номер 3-ші жалпы білім беретін орта мектебінің ұстаздары мен оқушылары қаламыздағы мүмкіндігі шектеулі балалардың бір мезгіл уақытын тиімді өткізу мақсатында арнайы концерттік бағдарламаларын әзірлеп, азғандай сыйлықтарында балаларға үлестіріп берді. Ең алдымен ертегілер әлеміне саяхат жасаған ұйымдастырушылар балаларға жұмбақ жастырып, бүгінгі таңда балалардың сүйікті ертегісіне айналған Маша, Медведь, Пингвин, Миньон сынды ертегілер кейіпкерлері болып, кешті барынша қызықты өткізді. Балалармен қосыла ән шырқап, жарыса тақпақтарын айтып, өз көрермендерінің ыстық ықыласына бөледі. Сәтбаев қаласындағы номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінде ұйымдастырылған жазғы сауықтыру алаңының оқушылары мен бір топ ұстаздары бүгін Рамазан айында мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арнап шағын концерт ұйымдастырды. Осы концерт қарсаңында оқушылардың көңілін көтеріп, әртүрлі сыйлықтар тапсырылды, тәтті торт ұйымдастырылды. Барлық осы балалар болсын тек қана осындай қуанышты күндері көп болып, жүздері бал-бұл жайнап жүре берсін. Балаларымыздың дені сау болсын, бақытты болсын. Балалардың көңілін тек қана мереке күндері ғана көтермей, жай күндерде шат-шадыман көңіл күйді сыйлауды көздеген ұйымдастырушылар өздерінің ұйымшыл әрі талантты өнерпаздары осылайша бір сағаттық уақыттарын мүмкіндігі шектеулі балалардың көңілін аулауға жұмсады. Бұл күнні балалар бір сәтке болса да көңілдері қуанышқа толып, мейірімді жандардың жүрек жылуын сезінді. Аптаның алғашқы күніне келіп піскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.